Қайырлы кеш көрермен, ТВ6 телеарнасында шарайна жаңалықтары, студияда Айда Ахметбек. Шығыс Қазақстан облысында өткен тәулікте 1 маусымда коронавирустық инфекция диагнозымен 70 адам тіркелді. Сондай-ақ өңірде санитарлық эпидемиологиялық нормаларды сақтау бойынша мониторингтік топтар жұмысын жалғастыруда. 1 маусымда Семейде мониторингтік топтар 282 нысанды, оның ішінде жылу картасына кіретін 250 нысанды тексерді. Бетперде режимін бұзудың 7 жағдайы анықталды. Жасалған хаттамалар мен айыппұлдар жоқ. Семейде халықты COVID-19 коронавирустық инфекциясына қарсы вакцинациялау жалғасуда. Қазірде нөмірі 6 емханада 5000-ға жуық азамат иммундаудан өткен. Бүгін біздің шығармашылық топ қалада вакцинациялаудың қалай жүріп жатқандығын анықтап қайтты. Вакцина алу әлемді жайпаған індетті ауыздықтауға себепкері болатын бірден-бір жол. Бүгінде халық вакцинаның 3 түрін таңдауға құқығы бар. Олардың ішінде қытайлық Хаятвак, отандық Казвак және ресейлік Спутник Ви деген атпен танымал Гам Ковид-Вак векторлық вакцинасы. Қазірде облыстың кейбір кәсіпорындары коронавирусқа қарсы вакцинациядан өткен қызметкерлеріне ынталандыру сыйлықтарын табыстауда. Оның ішінде Алакөл демалыс орындарына, спорт залдарына, лагерлерге тегін жолдамалар қарастырылған. Әлеуметтік желідегі қаңқу сөздерге сенбей, осы вакцинация арқылы ғана тоқтата аламыз. Өйткені жердің бетін жаңағы иммундық коркамен жаппайынша бұл дерт жаңағы тоқтамайды. Өйткені біздің бақылауымыз бойынша бұл дерт жаңағы қаншама иммун атакаға түскенімен сезондық мінездемеге көшпей тұр. Жаз болсын, қыс болсын өзінің жаңағы толқынды жүрумен жүріп жатыр. Және иммунитеттің әсерінен жаңағы өзінің әлсіздігін де байқатпайды. Өйткені вирулентнесі әлі де жоғары, әлі де өлім көрсеткіші жоғары. Сондықтан жаппай халыққа вакцинацияға шақырамыз, өзін және өзінің туыстарын. Мысалы, жастарға ол дерт өте қауіпті болмауы мүмкін. Бірақ ол жас адам үйіне барып, жаңағы өзінің ата-анасын, немесе жаңағы туыстарын, жасы егде адам, немесе жаңағы басқа қосалқы аурулар адамдарды сол инфекцияны жеткізіп, ол кісіні мысалы Құдай сақтасын өлім көрсеткішіне дейін әкелуі мүмкін. Енді біз жаңағы біздің емхана кішкене акция өткізіп жатырмыз. Кісілерді жаңағы вакцинацияға келуін кішкене ынталандыру үшін. Сол мақсатта лотерея билетін ойнатып жатырмыз. Келген бірінші вакцинацияға келген адам өзіне қажет нөмірді вакцинаны таңдайды, лотереяны. Мына корешок жағы бізде қалады. 500 билетті өткізгеннен кейін 10 маусымға дейінгі межелеп отырмыз. Сол уақытта өткеннен кейін жаңағы Инстаграм өзіміздің парақшамызда тікелей эфирде жаңағы 30 ойынын өткіземіз. Бас жүлде жаңа микро толқынды пеш, одан кейін екінші мульти қайнатпалы пеш, одан кейін жаңағы өтік, содан кейін басқадан талантты сыйлықтары болады. Сондықтан халықты вакцина алуға шақырамыз. Келіңіздер, 30 ойынына қатысыңыздар, сәттілік тілейміз. Айта кетейік, вакцинация тұрғылықты жері бойынша емханаларда өткізіледі. Екпеге баруды жоспарлап отырғандардың барлығында өзімен бірге жеке куәлігі болуы шарт. Ал 1 маусымнан бастап иммундаудан өткен қала тұрғындарына вакцина алғаны туралы қағаз анықтамалар беріле бастайды. Бір айта кететін, вакцинация туралы құжатта QR-код орналасқан. Ол қоғамдық орындарға кірген кезде де өзіндік пайдасы бар. Айда Ахметбек, Төлеутет Казинов, Марат Сағынбаев, ТВ6 телеарнасы. Семей бас жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қоғамдық көлік кәсіпорны құрылған сәттен бастап, яғни 2019 жылдың сәуір айынан бастап, бүкіл қала мерзімді сілкіністің куәсі болды. Ұзақ уақыт бойы халықты электронды билеттеу жүйесі мазалаған. Содан кейін жалақы төлемеу, әлеуметтік аударымдар салдарынан кәсіпорын жүргізушілер мен кондукторлардың тұрақты ереуілдері орын алып тұрды. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктегі ішкі қақтығыстардың салдарынан қарапайым жолаушылар аялдамаларға шығып, желіде автобустың қатынап-қатынамайтындығын ойлап, әбігерге салынған. Жалпы алғанда жағдай келесідей.
Бірнеше жыл бұрын Семей әкімдігі мен жеке инвестор қоғамдық көлікті жаңарту туралы шешім қабылдап, мемлекеттің 49% үлесімен Семей Бас жауапкершілігі шектеулі серіктестігін құрды. Кәсіпорын 4,1 миллиард теңгеге 170 автобусты жалға алды. Бизнеске жүктемені төмендету мақсатында мемлекет тарапынан 633 миллион теңге енгізілді. Сондай-ақ әлеуметтік маңызы бар маршруттарды субсидиялау міндеттелді. Жұмыстың алғашқы күндерінен бастап компания жалдау, салық, жанар-жағармай материалдары мен жабдықтар бойынша несие қарыздарының сомасы бастаған сыңайлы. Осы жылдың сәуір айында өнеркәсіпті дамыту қоры Семей Бас жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне дефолт жариялады. Несиелік міндеттемелер бойынша берешек сомасы 1,1 миллиард теңгеден асты. Кәсіпорын басшылығы оларға елеулі шығындар әкелген пандемия дегенге сілтеме жасады. Бірақ анықталғандай несиені алғашқы өтегенге дейін сол 2019 жылы тек жұмыс істеп бастаған соң Семей Бас төлем мерзімдерін қайта қарау және негізгі қарыз бен сыйақыны өтеу бойынша жеңілдікті кезең белгілеу туралы өтініш берген. Сонымен қатар жауапкершілігі шектеулі серіктестік қаражаты бизнес-класс автомобилін жалға алуға, жиһаз және жабдықтар сатып алуға, қызметкерлерге сыйақы төлеуге жұмсалды. 2020 жылы қала аз қамтылған және көп балалы отбасылардан шыққан балалардың жеңілдікпен жол жүруіне байланысты тасымалдаушылардың шығындарын жабу үшін облыстық бюджеттен 140 миллион теңге алды. Семей Бас компаниясы оған жобаның жалпы құны 3,5 миллиард теңге көлемінде жылдық субсидия бөлуді сұрады. Қала әкімдігі өз тарапында 2 жылдық жобаның болашағын көрмей, компаниямен шарттық міндеттемелерін бұзды. Бір таңқаларлығы жауапкершілігі шектеулі серіктестік тарапына сот ісі қозғалып жатқанда уақытша болса да жаңа тасымалдаушы пайда болды. Қоғамдық көліктің қатынап жатқанына қала тұрғындары да дән риза. Қоғамдық көлік бұрынғыдан қарағанда жиі әрі жақсы жүреді. Сондықтан Семей Бас тағдыры бұл екінші мәселе. Ең бастысы халық тыныш және уақытында діттеген жеріне кешігісіз жете алады. Зәзира Мақсатқызы, Дәулет Әткәсенов, Марат Сағынбаев, ТВ6 телеарнасы. Қазақстанда зейнетақы ақшасын пайдалану бойынша жаңа шектеулер енгізілмек. Жаңа шектеулер әзірленіп, индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Бейбіт Атамқұловтың 2021 жылғы 21 қаңтардағы нөмірі 24 бұйрығына енгізілді. Атап айтқанда, бір жолғы зейнетақы төлемдерін алушының жұбайынан, жақын туыстарынан жылжымайтын мүлік сатып алуға пайдалануға жол берілмейді. Осы тармақтардың орындалуын бақылау мақсатында алушы жеке кабинетте бір жолғы зейнетақы төлеміне электрондық өтініш берген кезде аталған тұлғалардан жылжымайтын мүлікті сатып алмау туралы міндеттемелерге қол қояды деп атап өтті құжатта. Бұл ретте жақын туыстарға ата-аналар, балалары, асырап алушылар, асырап алынғандар, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға інілері және апа сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері жататыны нақтыланады. Тұрғындардың өмірі үшін полиция қызметкерлері өз бастарын қауіп-қатерге тіккен жағдайлар жиі кездесіп тұрады. Өкінішке орай бүгінгі күні жазатайым оқиғалардан бөлек суицидтік жағдаяттар да белең алып тұр. Психологтар құқық қорғау органдары қызметкерлерінің суицидке итермелейтін мінез-құлқының бірнеше түрлерін көрсетеді. Мамандардың пікірінше өз-өзіне қол жұмсауға көбіне отбасындағы жанжалдар себеп болады. Сондай-ақ әріптестермен түсініспеушіліктер, қызметтік операцияларды орындаудағы сәтсіздіктер, жеке психикалық жай-күйі, мас болу салдарынан туындаған суицидтердің үлесі де кездеседі. Сондықтан Семей қаласының полиция басқармасында осы тақырыпты талқылау үшін дөңгелек үстел өткізіп, кездесу барысында өзекті тақырыптарды жан-жақты саралады. Сегодня на круглом столе Бүгін дөңгелек үстелге полиция қызметкерлері, сондай-ақ жергілікті атқарушы органдардың өкілдері және біздің орталық мешіттің имамы қатысты. Психологиялық жұмыстың бұл бағыттары жеке құрам арасында суицидтің алдын алуға бағытталған. Өйткені кейінгі уақытта бұған ерекше көңіл бөлінуде. Психологтың жұмысына қойылатын талаптар күн сайын күшейтіледі. Әр қызметкердің психологиялық қолдауы шетте қалмауы керек. Кездесу нәтижелі өтіп, кезекті іс-шаралар пысықталады деп үміттенемін. Айта кетейік, полиция қызметкерлерінің жұмысы тікелей үлкенді-кішілі күйзелістермен байланысты болуы әбден мүмкін. Себебі қылмыстың, құқық бұзушылықтардың алдын алу, жәбір көрушінің құқығын қорғау мамандыққа жүктелген ауыр жауапкершілік. Семейде қауіпсіз жол жедел алдын алу іс-шарасы жалғасуда. Бүгінгі күні 2000-нан аса көлік жүргізушісі жол ережесін өрескел бұзған.
Шығыс Қазақстан облысы полиция департаменті патрульдік полиция ротасының жеке құрамы жедел алдын алу іс-шарасы бойынша бүгінгі күнге дейін барлығы 2396 жол ережесін өрескел бұзған көлік жүргізушілеріне әкімшілік айыппұл салынды. Оның ішінде 6 жүргізуші көлікті мас күйінде басқарған, 13 жүргізуші темір жол өтпесіне бағынбаған, жаяу жүргіншілерге жол бермеген 70 жүргізушілерге, қарсы бетке шығып көлік жүргізген 10 жүргізушілерге хаттама толтырылып құжаттар әкімшілік сотқа жолданды. 2430 жүргізушілерге жадынама қағазы беріліп, профилактикалық жұмыс жүргізілді. Айта кетейік, құқық бұзушылықты алдын алу шараларымен қатар қала қауіпсіздігін сақтау мақсатында жүргізушілердің жеке құжаттарын тексеру жұмыстары жасалуда. Сондықтан Шығыс Қазақстан облысы полиция департаменті патрульдік полиция ротасының жеке құрамы көлік жүргізушілерінен халықаралық облысаралық тас жолдарда жол ережесін қатаң сақтауларын сұрайды. Ақбота Ахмет, Сұңқар Толымхан, Аида Ахметбек, ТВК-6 телеарнасы. Редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осымен тәмам. Бүгінгі және өзге де шығарылымдар арнамыздың ғаламтордағы ресми сайттарында. Жақындарымызға жанашыр болайық. Аман сау болыңыздар.